Арыңыз бен намысыңызды, денсаулығыңызды қорғағандай қорғаңыз. Өйткені адам бұл қасиеттерсіз адам бола алмайды. Жастық шақта жасаған барлық істеріңіз есіңізде қалады. Жақсысы сізді қуантады, ал жаманы сізге ұйқы бермейді. Шын бақытқа қол жеткізем десеңіз, өзіңізді кішкене қоя тұрып, өзгені бақытты етуге тырысыңыз. Сараңдық адамды бейшаралыққа апаратын ең жаман дерт. Тек мәдениеті төмен адамдар ғана өзге ұлт өкілдерін өзінен төмен санай алады. Үнемі жалқаулық танытып, еңбектен қашатын және өмір бақи қиындықтардан қашып жүретін адамдардан асқан бақытсыз адам жоқ. Ашушаң адам өз жанын өзі қараңғылыққа сүйрейді. Қызғаныш өз-өзін таппаған, өзіне өзі бөтен адамның бойында болатын ең өкінішті нәрсе. Қызғаныштан құтылу үшін өзіңізбен өзіңіз болыңыз. Біліңіз, шектен тыс өкпелеу адам бойындағы білімнің жетіспеушілігінен немесе адамның өзін өзі қабылдай алмауынан болатын нәрсе. Өмір сүрудің бірден бір қағидасы, өткен өміріңізді есіңізге түсіргенде өзіңізден өзіңіз ұялмайтындай болыңыз. Шыншыл болыңыз. Өзгені алдаймын дегеніңіз, өзіңізді алдағаныңыз. Сіз өзгелерді алдап соқтым деп ойлағаныңызда, айналаңыздағылардың барлығы бұдан хабардар болады. Сонда сізден бәрі теріс айналып қана қоймай, сізді күлкі ететін болады. Сыртқы келбетіне шағымданатындар өте көп, бірақ ақылының аздығына шағым айтатындар тым аз. Диетаға, сараң еркекке, салыңқы көңіл күйге ысырап ететіндей, өмір тым қысқа. Пластикалық ота жасатқаннан не пайда? Сыртын жақсартасың, ал канализациясы сол күйі қалады. Биязы, тәрбиелі оңбағаннан гөрі боғауы жақсы адам болған артық. Қартаю қызықсыз, бірақ бұл ұзақ өмір сүрудің жалғыз жолы. Семіз әйел болмайды, тар киім болады. Нақұрыстар мен сайқымазақтарды өміріңізден алыстатып жіберіңіз. Олардың орны циркте. Миллион табынушың бар, бірақ дәріханаға барып келетін біреу жоқ. Өмірді оңбағандардың есінде қалатындай етіп өткізу керек. Жалғыздық дегеніміз үйіңде телефон бола тұра сағаттың шырылдауы. Денсаулық дегеніміз күнде бір жеріңнің сырқырауы. Әйелдер еркектерден кейін өледі, өйткені олар үнемі кешігіп жүреді. Егер біреу саған қастық жасаса, сен оған кәмпит бер. Сөйтіп ол қаскөй неме қант диабетіне шалдыққанша жалғастыра бер. Адам неғұрлым ақылды, мейірімді болған сайын, соғұрлым өзгенің жақсылығын бағалағыш келеді. Қайырымды адамдар жер іспеттес, алғанын сан есе етіп қайтарып береді. Өзің үшін ғана өмір сүру озбырлық. Адамгершілікке ұмтылған өмір ұйқымен өтпейді.
Ұятың жоқ болса, ақылыңның көптігінен не қайран? Инабатты адам иттен де ұялады. Жасырғаның жоғалады, бергенің оралады. Арамдық та, адалдық та айналып келіп өз сыйын алады. Біреуге зәредей кесір келтіргенше, өзіңнің қалың сорға батқан абзал. Еккенің тікен болса, орғаның балауса болмас. Өзі азғын, өзгенінде азғын көрер. Мал үшін таласпа, ар үшін талас. Ағаң келсе, ардақтап атын байлағандай, қонағың келсе, құрметтеп көңілін жайлағандай, ісің болғанға не жетсін? Қам көңілдің қайғысына дауа бол, жолда шаршап шалдыққанға сая бол. Бүтін тұрған бұзылмай, 32 тіспен тең, айдынды жақсы аймен тең, жомарт жігіт баймен тең, шешен жігіт дүрмен тең. Нәрестенің бесігі, кең дүниенің есігі. Өмірді жақсы көру керек, ең ұсқынсыз формада болса да. Терең су үнсіз ағады, ақылды адам тыныш өмір сүреді. Өмір бір-ақ рет беріледі, сондықтан оны неге қызық өткізбеске? Өмір сүрудің екі қағидасын білген адам бақытты болады. Бірі не болса соны жемей, азығына талғаммен қарайтын адам. Ал екіншісі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы адамдарды тани білетін адам. Ел адамымен сөйлессең, ауыл аймағын айтады. Қала адамымен сөйлессең, үйіндегі жиған тергенін айтады. Қыр адамымен сөйлессең, бота тайлағын айтады. Ал тексізбен сөйлессең, қайдағы жайдағын айтады. Шешен сол, сөйлер сөзден қалмаса, жақсы сол, істер ісін тәмамдаса. Адамның басшысы ақыл, жетекшісі талап, қорғаны сабыр, қорғаушысы мінез. Құрметті көрермен, арнаға тіркеліп, пікір білдіруді ұмытпаңыз.